Баршаларыңызға сәлем достар. Бұл видеомыз сәби сүйгісі келетін жандарға арналады. Сәби сүйгіңіз келетін болса, жер жаңғақты күнде үзбей жеп тұрыңыз. Күнделікті мөлшер 100 грамм. Жаңғақ адам ағзасына ең пайдалы және ең маңызды тағамдардың бірі. Өздеріңіз білетіндей, біздің ағзамызға май қажет. Ал миымыздың 70% майдан тұратынын ескерсек, құрамында май бар тағамдарды үзбей тұтынуға кеңес беремін. Әрине, май көптеген тағамдарда кездеседі. Десе де, ең жақсысы балықта, табиғи өсімдік майларында, тұқымдарда және жаңғақтарда болады екен. Ендеше, жаңғақтардың түрлері мен емдік қасиеттерімен танысайық. Жаңғақтың пайдасы. Жаңғақ миымызды керемет нәрлендіреді, жұмыс істеу қабілетімізді жақсартады және жүрегімізді нығайтады. Оның құрамында май өте көп. Соған қарамастан ағзадан зиянды холестеринді тамаша жояды. Нәтижесінде ағза тазартып, қажетті дәрумендерді, минералдар мен микроэлементтерді сіңіреді. Жаңғақ аштықтан құтқарады. Егер сізді тамақтануға уақыт тапшы болса, 5-6 дана жаңғақ жеңіз. Оның жағымды дәмі мен құнарлы асқазаныңызды толықтырады. Жаңғақ ақуыздың қайнар көзі. Бұл пайдалы тағамды үнемі тұтыну жүрек, қан тамырлары ауруларын алдын алады. Сонымен қайсы жаңғақ қандай дертті емдейтін бірге білейік. Орман жаңғағы. Көпшілігіміздің сүйіп жейтін орман жаңғағымыз фундук. Ағзамызды қуаттандырып, қажетті микроэлементтермен байытады. Оған қоса жүрек тамыр жүйесі ауруларын алдын алуға көмектеседі. Қан қысымын қалыпқа келтіреді. Ағзаны шлактан және улы заттарын тамаша тазартады. Тұрақты тұтыну бүйрек тастарынан құтылуға көмектеседі. Орман жаңғағын етпен, балықпен салыстырсаңыз, құрамындағы пайдалы заттар еселенеді. Кедр жаңғағы. Адам ағзасына пайдалы қасиеттерімен жоғары бағаланған кедр жаңғағы көмірсулар мен майлардың қайнар көзі болып табылады. Қанның сапасын жақсартқыңыз келсе, күніне белгілі бір мөлшерде тап осы жаңғақты жеп жүріңіз. Ол токсиндерді тазартады, қан қысымын тапқа келтіреді, қан түзіліміне оң әсер етеді. Кедр жаңғағында кальций элементі өте көп. Соның арқасында қанның ұюын болдырмайды, әр гемоглобин деңгейі де реттеледі. Артық салмақтың арылғысы келетіндер үшін тамаша өнім. Ас қорыту процесін қалыпқа келтіреді де, қажетсіз салмақты жоғалтамыз. Ойық жара, гастрит және панкреатпен ауыратын адамдар үшін де пайдалы. Сонымен қатар жаңғақтың құрамындағы маргариз глюкозаның сіңуіне жақсы әсер етеді. Нәтижесінде ұйқы безінің жұмысын жақсартады. Майлар энергияға айналады. Бадам жаңғағы. Әлем елдерінің ұлттық тағамдарын дайындау үшін қолданылатын бадам жаңғағы жүйке жүйесін тыныштандыратын қасиетке ие. Депрессияға, жүйке бұзылыстарына, ұйқысыздыққа, стресске және нервозға таптырмайтын дәрі. Дәл осы антидепрессант қазіргі заманғы адамдарға қажет. Олар үнемі күйзеліске ұшырайды. Жұмыстан келген соң 10 шақты данасын жеп алсаңыз, күні бойы жатып тыныққандай әсер аласыз. Адам есте сақтауды жақсартады және зейінді шоғырландыруға көмектеседі. Кез келген жастағы адамдарға пайдалы болатын тамаша табиғи өнім. Рак жасушаларының дамуына болдырмайды. Вирусқа күресуге көмектеседі. Ал құрамындағы В тобындағы дәрумендер депрессиядан арылуға көмектеседі екен. Жержаңғақтың ішіндегі бағасы жағынан қолжетімді, әрі құнары жағынан бағалысы болып табылатын жержаңғақ ақуыздың майы мен дәрумендердің қайнар көзі болып табылады. Егер күніне 100 грамм жейтін болсаңыз,
ағзаңызға түскен кез келген пайдалы микроэлементтерді жақсы сіңіреді және фосфор мен магнийдің күнделікті нормасын толықтыратын болады. Егер сіз құрсақ көтеріп сәби сүйгіңіз келсе, жиі жержаңғақ жеңіз. Ол бедеуліктің алдын алады, қандағы холестеринді төмендетеді, керемет антиоксидант болып табылады. Оған қоса ағзаның қартаюынан алдын алады. Кешью жаңғағы денсаулықты жақсартуға және көптеген аурулардың алдын алуға көмектесетін керемет дәмді жаңғақ. Одан бөлек құрсақ көтеруге септігін тигізеді. Егер сізде тері аурулары болса, еш ойланбай кешью жаңғағын жеуді әдетке айналдырыңыз. Нәтижесін аз күннен кейін-ақ байқасаңыз болады. Иммундық жүйені нығайтады, қабыну процесін алдын алады және вирусты жояды. Грек жаңғағы бұл жүрек пен қан тамырларының проблемаларын шешуге тамаша көмектеседі. Қан тамырларының қабырғасындағы түйіршіктерді кетіреді әрі қанды тазартады. Грек жаңғағы ерлердің еркектік қуатын керемет көтереді. Қандағы қант деңгейін қалыпқа келтіріп, жүйкеңізді тыныштандырады. Зат алмасу жұмысын жылдамдатады. Грек жаңғағында Е дәрумені өте көп. Аталған дәрумен ағзаны тез қартаюдан қорғайды, теріні жұмсартып жақсартады. Сондай-ақ емізулі анаға да, жас нәрестеге де өте пайдалы. Өйткені қоректік заттардың арасында энергия қоратын толтырады және дене жасушаларын нәрлендіреді. Жаңғақтың зияны бар ма? Жаңғақ аллергиялық өнімге жатады. Сондықтан көп мөлшерде тұтынуға болмайды. Артық салмақтан зардап шегушілерде өте сақтықпен жегені жөн. Өйткені мұндағы калория сіздің салмағыңыздың еселеуі ықтимал. Достар, менің сіздерге берген пайдалы кеңестерім ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазыңыздар. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.